Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Hurmatli musulmon bауырлар. Дағуат қылған кезде, яғни адамдарды дінге шақыратын кезде, әрбір адамның міндеті шындықты айтып, хақиқатқа шақырып, Құран мен мұсылмандарды уағыздауға міндетті. Кейбір уағызшылар, кейбір имамдар ойлайды, егер мен адамдардың ақидасын түзесем, олардың амалдарын түзесем, олардың бидаттарынан қайтарсам, олардың амалдарын тура жолға салсам, мені тыңдармандарым азайып кетеді, маған еріп жүргендер азайып кетеді, қасымдағылар кетіп қалады, себебі олар осы ақидаға үйреніп қалған, олар 70 жыл бойы, 80 жыл бойы осы ақидамен келген. Егер мен оларды айтсам, дұрыс емес ұстанымдарын айтсам, ақидаларын түзесем, олар қасымнан кетіп қалады, қасымдағы адам болмай қалады деп ойлайды. Жалпы бұл ой дұрыс ой емес. Себебі егер қасында да адам болмайтын болса, олар шындықты айтқан адам қалайда олар жүрегінен оны жақсы көріп, оны қабылдап жүреді. Екіншіден, уағыз айтқандан, дауат айтқандан мақсат адам өзіне әскер жинау, өзіне солдат жинау емес қасына. Шындықты айтып, адамдардың көзін ақиқатты айту міндет. Сондықтан кейбір уағызшылар шындықты айтудан сондай оймен қорқады. Яғни, мен егер шындықты айтатын болсам, қасымда адам ешкім қалмайды. Сондықтан ол қазірде уақыт емес, оларды тура жолға салу, барлығын ислах қылу, барлығын шындықты айту әлі уақыт емес деп, былай айтқанда шындықты жасырып, адамдардың сол ақидасы дұрыс емес екенін білсе, олардың амалдары дұрыс емес екенін білсе, шариғатқа сай емес екенін білсе, олардың амалдары дінге келмейтінін білсе де, оларды түзеймін деген ойды да болмайды. Жаңағындай ниетпен, яғни қасымдағы адамдар азайып қалады, қасымда ешкім болмай қалады деген ниетпен. Сондықтан ол қандай адамдардың ойы? Ол қасындағы адамдардың көп болуын қалайтын адамдар, жан жағында адамдар көп болуын қалайтын, тыңдармандар көп болуын қалайтын адамдар, олар адамдардың ақидасын ислах қылуға, олардың ақидасын түзеуден қорқады. Себебі олар ойлап қарайды, қасындағы еріп жүргендерім азайып қалады деп ойлайды. Сондықтан ол дұрыс емес. Дауаттың дұрысы Аллах мен Аллахтың елшісіне шақыру керек. Егер адамда аз болса, сол адамды дұрыс шариғат бойынша үйретем, оларды дұрыс шариғатпен оларды жүректерін тазартам, ойларын тазартам деген ниетпен айту керек. Сондықтан әрбір уағызшының міндеті сол. Қалайда мен ақидасын, амалын да түзеймін деген ниетпен болу керек. Адамдар кетіп қалады, мені тыңдамай қалады деген ниетті қою керек. Иншаллах. Уалейкум ассалам ва рахматуллах ва баракатух.